Стройкідеміз негізі талды құрған жоқ. Жанат мырза. Енді осында істегелі 7-8 болды ғой. Стройкіде жүрдім. Дананда көрдік, мынандай көрдік. Насыбектер осы сентябрьде айтып жүретін. Аға, мынау күштіне продукциясы мақтай көрсеңші деп. Мен де қол жемейді сосын. Бірақ сыртынан тиктоктан зерттейтін. 2 ай болды ғой деймін. Ананы ақтарып, мынаны ақтарып бәрін көп. Бірақ денсаулық керек екенін ұқтым да бұны. Соң бұл жаңа өз-өзін өткізіп тұрған өнімді соны ұқтым да жаңа. Басқалар сияқты бересің ішетте мынауынан түк болмады деп теріс айналып кетеді көп нәрседен. Дұрыс қой енді көп нәрселер. Бұда жаңағы клеточный питание болғаннан кейін бұдан енді жазылмадым деген адам жоқ енді. Бәрібір мықты нәрсе өзінікін алады ғой енді көрсетеді. Содан ана күні жүріп жүрмей қой өзім үшін кеп Асылбектерге айтып мен пока өзім үшін алып ішемін мен деп кеп мұнда қатысып өткенде. Жаңа жылдың алдында ғой деймін. Жеп көрдім, сол жаңа бір несін іштім. Сол келесі жетті уже. Жаңа продукцияға заказ бердім. Олар менде де жаңағы ауырмайым деп жүретін. Сөйтсем былтыр бір ауырған кезде тексерсем 12 букет ауыр атып шықты ғой. Содан бас ауыра береді. Анадан бері ішкелі бері шынында да бас ауырмай жүр. А то чөт алып жүрген қалашына келдің бас ауырады. Bir жаққа шықтың бас ауырады. Жұмыста жүріп бас ауырады. Цитрамонмен найыз жүреді былай. Шөп төртеу ішесің уже. Алмайды. Ананы ішесің, мынаны ішесің, асқазан деген. Қой деп мынаны күні іштік, кішке бас ауырған жоқ. Ол бір қызық ана күні ең бірінші келгендерге бір напиток беріп жүрді ғой. Соны қойып қойған мен. Соны бір жаңа жылдан кейін арбитра жаққа бару керек болды. Автобуспен білесіз ғой, 5 сағаттан жеп қойған соң. Сол үйде шығардан ішіп алғам. Тәтті бүлдірген сияқты. Сол аяқ барып түс болды, что-то басым ауырмайды. Что-то не қарным ашпайды что-то. Қарны сойды. Мен оны ана Елевтің сақ екенде болып жүрген сөйтсем оны Русланнан сұрасам, ол жай лимонады ғой олдық қой. Мына лимонадың өзі сондай болса деп. Сол үйге келіп, үйде бір жарты не болған алдында. Мына кісіден сатып алып кетті. Көк капсула. Соны іштім, соны келіп заказ бердім, ана күні алып. Одан кейін жан-жақ достарға айттым, класстастарға айттым. Сол мына кісі жұмыста. Бұл кісілер левка шықты ғой. Мына кісі қарасам, что-то жүрісі бүйтіп. Алдында сөйлесіп алу керек. Сол бұл кісіге айттым, сіз осы денсаулықты не ішесіз деді. Өзімде жаным ашып кетті ішінен. Бұл кісі ештеңе ішпей бару деді, сіз одан да осыны көріңіз деп айтып бастадым бұл кісіге. Кешке телефонға жіберейін, көріңіз деп. Ертеңіне мына кісі келді, күйеуі екеуі, мына Біржан екен. Мына кісіні тауып алдым. Бәрі строитель, короче, мына кісі де строитель, Асылбек те строитель. Строитель. 54-тен 55-ке келдім. Енді мына үйлерді шығатқа тек қана елеп шығатсыз ба? Жоқ, базовый бастап шығады. Базовый үйден бастап. Қанша болды ішкеніңізге? Ой, осы Бір апта болған жоқ. бір апта болған жоқ. Бір апта болмады. Бір апта болды. Енді өзіңізде өзгеріс болды ма, сезіп жатсыз ба? Енді ана фиолетовый іштік қой ресторда. Акселера. Акселер ресторан ол бәрі білінеді екен. Онда жаңа мына Біржан екен бірімізге болғанымызды айтамыз жұмысқа барып. Ол мына ішті тазалағанда әр адам организм әртүрлі ғой. Иә. Ол маған бірінші күні ма ұйықтап жатқанда бұл жаңа ішті тазалайды ғой енді бәрімізде забитый ол. Сол ауырды бұл. Сол білдім әй осы. Кедейді. Барып отыр ғой. Ауырған жақсы болды деп кішкене ауырып жүрдім, бері жүрдім. Сол сездім уже. Содан кейін уже 2-3 күн болды жаңағы ана жаңағы ждучий кетіп жатыр. Соң жаңағы үлкен дәретке бұрын үйтіп бармайтын болғансың ғой жаңағы. Сол раньсылар. Жеңіл түрінде отырдыңыз ба? Ана ұйықтағанда да шаршап тұратын. Отырсаң басың ауырып тұрады, мойның ауырып тұрады, біраздан кейін бас ауырады, най ішесің жақсылап тұр. 4-еуін ішіп аласың. Күнде сөйтетін. Что-то бас ауырмады, мой ауырмайды. Қазір тұрғанда әйбет сезінемін, мен де әйбет сезінемін қазір. Көңіл күйіңіз жақсы Сол болады. мен жұмыстағы балаларға айтамын, 1-2 капсула оларға бердім. Енді олар сұрап жатыр жұмыстағы олар. Қызығушылық қой. Иә, бір елев апарып берейін. Мен ол негізі мына ақшаға Елдің бәрі ауырып жүр ғой. ақшаға құнықпай, енді өз лозунгым өзім түсініп. Артында ақшасы бар ғой, дұрыс. Ақшасы да бар, пайдасы да бар. Сол мына жаңа кітапта айтылғандай бас салып ақшасына құнықпайшы адам. Болады деп тағы. Желательно жаңағы ауырып жүрген адам болсын, басқа адам болсын жеткізсе, сол адам бизнесін жасамаса да денсаулығы түзейді ғой. Сол адамның бір алғысын алып, пайдасын тиеді.
бір жағынан. Енді әлгі жасайын десең, маркетинг жөнінде ұқпай жатырмыз, түсінсек Оны постепенно, енді тағы екінші сұрағым бар еді менде. Иә. Ана кісіні қалай таптыңыз? Жаңағы TikTok арқылы емес, қалай таптыңыз? Менде чат көп. Чат көп па? Көп болған бір чаттар бар. Сол іздеп отырмын. WhatsApp чат. Алдында бір кісілерге жібердім. Ешкім үндемейді. Сосын мына кісіні қарасам, бұл кісі жаңа менің балам Талдықорғанда оқитын кісі балам. Соның бір тәрбиешісі бар. Сол кісіден айнымайды екен, несі адвокат. Бұл кісі не қылды деп басында енді сол күнде қалдым басымда. Сол жіберіп мына кісіге жаздым, ұмытып қалдым. Сол сөйтсем бұл кісі басқаша жазады. Пенсионерлерді алдай беріпсің ба деп. Содан кейін жаңағы алдында бір Марқар деген болған өтірік жоқ. Бір Марқар дегенге қай жылы? Тоже не. Кіріп бәріміз өзі Иә, Талдықорғандан мен. Чатта ешкім танымайды. Бәріміз жапа танымайға жаңағы тіркеліп адам деп сол Марқал аяғы жағы Қазақстан жауып тастады ғой. Сол Марқар деген чат қалып қалған. Соны қарасам ішінде мына кісі жүр екен. Сол мына баламның тәрбиешісі болдым. Бұл қыз не қылып мықты деп суретіне қарасам айнымайды. Сол кісі екен де қалды маған. Әлі көріңіз бе қандай ана? Қалай? Басында солай басталып кетті, соң бұл кісіге жаздым, не ішесіз? Ана Алла тағала мына. Өзім солай мен ішкі дүниемен сөйтіп етемін да, бір кездейсоқтықпенен адамның бір нәрсеге адам себеп болады дейді ғой. Енді айту бәрімізге не болсын, сізді де тиктоктан балдайын деп еді. бәрін естігем, алғашқыда шығып жатқаныңызды, насқарды да тіркелмей жүріп, ешкім танымай тұрып. Мына кісінде Мен TikToктан шыққан жоқпын Райхан ағасы. Мен оны тыңдамадым. Вообще тыңдамадым Райханды. Ол Таразда менде жүрген кезде, жаңа жүрдік қой. Сонда мен мамамна екі санда кіші дәретке отыра алмайтын, мынанды ысып кететін. Сонда мен тыңдамадым, кіші дәретке вообще отыра алмайтын. Райханды хотя көрдім. Райхан қазір кезін көріп отырсыздар ғой. Ол бұрынғы кезін көрсеңіз, неғып қисайып кеткен жаңағы зопа, қолы бүйтіп отыратын. Сахар болып. Ана адам қатты ауырған кезде түрін білесіз ғой өздеріңіз. Жаңағы сонда адам қатты ауырған кезде топырлап бармау керек екенін көбіне сұрайды. Біз қайден білейік, есемізді топырлап бардық қой. Ол дұрыс емес екен. Ана адамға ауыр болады екен. Ортамызда жаңағы Райхан гүлдеп жүретін, дем арасында 2 жылдай ол қатты ауырды. Сонда көп андай бадылар бүйтіп отырады, мынау екі жағында шүгіріп түстен кейін мынандай деп. Кейіннен кейін мамам ұрысты маған. Ол қатты ауырған кезде адамға бүйтіп бармаңдар. Керек жоқ, дежурство. Кейіннен кейін осы коробканы көрдім ғой мен аяқта. Соны өзіне мән бермедім. Бағанағы мен действительно шын айтып отырмын. Мынау мамам қасымда до конца қарадым ғой. Кейіннен кейін Алматыға келгенде өзім басына өткен да. Ішім әлі күні үшін у да күйеді. Басына барғанда жылап қаламын. Болды ғой уже. Мамама да не алып бермедім деп па? Иә, 83-те қайтыс болды ғой. Ол кісі әлі күні үшін өмір сүретін еді. Не берсем де ішетін ғой. Бізде сөзіңіз